Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сіздермен А дыбысымен әрпін өтетін боламыз. Сабақты бастамас бұрын шаттық шеңберін айтып өтейік. Қол алысып, кәне біз достасайық бәріміз. Айтарым бар сендерге. Тез тұрыңдар шеңберге. Қандай жақсы бір тұру, достарменен бір жүру. Қандай жақсы дос болу, достарменен бір жүру. Қане балалар, өткен тақырыпта қандай сабақтар өттік? Мен сендерге сұрақ қояйын, сендер маған жауап беріңдер. Әріп дегеніміз не? Дыбыс дегеніміз не? Әріп дегеніміз балалар не екенін жақсы үйреніп қалдық, иә? Әріп дегеніміз біз көзбен көреміз және қолмен жазамыз. Дыбысты ауызбен айтамыз, құлақпен естиміз, иә? Өте жақсы. Дыбыстар нешеге бөлінеді? Дыбыстар дауысты және дауыссыз болып екіге бөлінеді. Ауа өкпеден кедергіге ұшырамай шықса, ол дауысты дыбыс, ал кедергіге ұшырап шықса, ол дауыссыз дыбыс. Енді балалар, мен сендерге жұмбақ жасырайын. Кесе, шыны, пияла, оларсыз шай құя ма? Қасықсыз тамақ жемейміз. Бәрінің атын не дейміз? Қане балалар, бәріміз бір сәт ойланайықшы. Я, ол өте жақсы. Ыдыстар, яғни дыбысына байланысты ыдыстар деген сөз шығады екен. Балалар, сюжетті суретке назар аударайықшы. Бұл жерде қыздар не істеп жатыр? Ыдыс жуып жатыр, иә? Ыдыс. Ыдыс деген сөзде екі буын бар екен. Екі дыбысы бар екен, иә? Өте жақсы. Дыбысы дауысты дыбыс екен, және жуан дауысты. Өте жақсы. Кәне бәріміз қайталап, дыбысынан келетін сөздерді оқып шығайық. Ыс, ырыс, асық, қасық. Міне балалар, мына суреттегі сөздерден жаңа сөздер құраймыз. Тауық. Тауық сөзінен тау, ық, ау деген сөздер шығаруға. Уық, ық деген сөздер шығарымызға болады екен. Енді кітаптағы сөздерді оқып, дәптермен жұмыс жасаймыз. Дыбысының жазба түрін, үлкен және кіші түрін жазатын боламыз. Сабақты тыңдағандарыңызға рахмет.